Бүгінгі видеода Астана қаласынан 160 км жерде орналасқан бірінші рет көрген адам балық бар деп ойламайтын жерге келдік. Бұл жолы біз көңіл сыйса бәрі сият деген сөзді ұстанып 7 адам болдық. Балыққа шықпай тұрып ұйықтап жатсам есіктің қоңырауы шырылдады. Қой жата берген болмайды деп есікке қарай бардым. Сөйтсем курьер екі үлкен қорапты тастап кетті. Әрине қорапта тұрған дұрыс емес, сол үшін фокус етіп бірден ашып тастадым. Сөйтсем следопыттағы достарым екен. Олар маған қыстық рыбалкаға арналған бүкіл затты жіберген. Следопыттың заттарын алып алып бірден тірі балық алуға кеттік. Мына жақта екіге бөлініп жатыр. Мына жақта қазір ағалар қалады. Біз дальше 1 километрге қайттан кетеміз. Мінекей ал, ашылу құтты болсын. Бізде басталды. Біз осымен алғашқы мұзды ашамыз. Zor açtın mı? Мындай, короче, подводный камераны әкеп, штативті әкеп қойып атсам. Мына жақта бізде тартып атыр ғой. Қазір Асекең келе жатыр жүгіріп, қазір енді подводный камерамен көрсем. Тағы да поклевка. Қазір көрейік. Стандарт па? Иә. Осы келдік қой, дұрыс па? 200 километр. Бензин біткен же ма? Соны өзі контент болайын деп тұр ғой. Науын нормально. Науын нормально. 1 килолай, 1 кило бар мұнда. Анан қара. Көрдің бе? Кило жоқ енді, секір. Міне бізде Асекеңде ашып атыр өзінің. Бізде мында бір жерлесі құлап қалды, соны Асекең бар жатыр тексеруге. Че там? Опа, кетті. Давай. Түсіріп. Ей, әдемі. Бір лункадан екі шортан. Ой, әдем. Екеуі де тереміз. Зор. Жана қорғадық шақыр. Үлгермей атырып қоя, бізде қанша общий 30 ба? На жердің шортандары же, поклевканы флажок демес, желетсен құлатады екен, сальто айналдырып. Әдем. Төртеу болды, 2-де 2. 2 минутта 2 щука ма, наерден? Шынында айтшы.
3 минут па, 2 минут па. Минут қой, жарайды, мақұл. Так, бізде бір жерді құлады. Көрейік. Че там? Бар. Давай. Бала болғаны Ох, окуй. Бәрі келді. Оп, бәрекелді дейсің ғой. Қанша бересіңдер, достар? Қазір өлшейміз ғой. Әдем. Достар, бағана видеоның басында көрсеткендегідей, мынау бізде Яманның осына кереметтей жерлицалары, яғни бір пачканың ішінде 10 штук болған. Қазір енді көріп тұрсыздар, уже бұның екеуі жұмыс жасап, уже 2 штука шығарды. Қазір енді тағы да біреуін құрайық, көрейік. Бұл жолы қандай береді екен. Кетті. Қорқасың үшін, бурит етуге. Аңғар. Көрініп тұр бұлай қарап отырсаң. Андай болмақ қой. Ана жақтарға барғанның орнына бүйтіп көре саламыз. Так, пока ешқайсысы көтерілмеген, бәрі тишина. Так, достар, кешеден бері менің көзіме түсіп жүрген бір приманка бар. Ол мінекей мынау. И және де мына сары. Қазір осыны қолданатын боламыз бірінші очередте. Так, достар, бізде тағы да поклевка. Мінекей бара жатырмыз. Нормально? Пагор керек па? Жоқ пока. Келатыр. Үлкен ба? Жоқ, нормально. Ойнатып отырмыз. Нормально. Пойдет. Ана щукадан да ма? Окунь екен. Әдем ойнатып келатыр да, Енді дәу окун ғой. Арасайшы. Мынаны қарасаң, ай окунды, ё-моё. Жестко ғой, Килограмм бар ма? Мінекей достар, окундардың арасындағы ең дәуі. Прям четкий түсті. Базар жоқ енді, өте дәу. Примерно килограмм шығар, или 900 грамм ба, но әжептер дәу. Қазір енді біз бағанағы ағаларға қайтадан барамыз, яғни біздің питак лагерь құрған жерімізге. Ол жақта, короче, 5 аға қалды. Біз екеумізді осқанда 7 машинамен. Олар, по-моему, қазір обедте мощный тамақ істеу керек. Бізде Асеке, короче, бас жағына қарай кетіп қалды. Мына погода, мына табиғат, мына видті қарасаңдаршы, ё-моё. Четко. Мощно тұрғы, мощно. Әппәқ прям. Че там? Кеттік. Зор, тамақшик, ұрып жымдап отыр, рибак. Да, достар, біз енді обедке бара жатырық. Бізде утренкі өте жақсы өтті. Біз Асеке екеуміз примерно айтқанда бір 9-10 шақты балық ұстап тастадық, окундарды, щукаларды қосқанда. Қазір енді біздің бірінші ротаны көріп келеміз. Ол жақта 5 адам. Білмеймін, примерно қанша ұстады деп ойлайсыз? 10 шығар, біз екеуміз 10 ұстап тастадық қой. Олар да енді вообще көп қой дегенім ғой. Бірақ көрейік енді. Көп дегенде олар қай жерде тұр? Ана отыр ма? Ана жерде ғой. Жап жағын ана қарса патырлады. Мынаған қарасаңдаршы, ё-моё, анау палатын құрып қойыпты да. Қазір көрем. Опа, біреуді ұстап алдым мінекей. Ал, біз келдік лагерға. Жотам, бұл жақта маған қарандар. Ё-моё, әні қарандар. Мына бүйтіп көрсетпесем кішкентай болып көрінеді ғой мына. Ё-моё. Мощно. Маған қарандар. Мама. Мына жақ патырлап тұстады. Біз бағана 10 ба десек, бұл жақта бір адам ғой, мына жақта тағы бар, короче. Бұл жақта бір адам 10 ұстаған ғой, короче. Ё-моё. Мына қарандар.
Ё-моё. Вот это. Зор. Зор. Мына аяқ. Мына қарасаңдаршы. Бізде поклевка кетті ал. Давай. Гитарист. Музыкант. Давай, не могу говорить. Большой ух. Ох, блядь, здоровье. Нормально. Железный мать, Так, бізде мына жақта бір жерлицаң құлатты. Айос поклевка бар ау. Ал кетті. Кішкентай. Біз еще 4-5 жібере салып қой, кішкентай бар. Кішкентай емес анда. Мынау түрі қандай? Сол ғой, бағаннан бері осындай біз жақта жап-жасыл бар, короче, лин сияқты. Ал бізге ас болсын, мұнда бізде обед. Короче, мотивацияға тойып алып, өзіміздің лагерге келдік қайттан. Қазір енді сөйтіп бұл жақтан қарасам, қанша? Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Достар, бізде 4 жерлица уже көтеріліп тұр екен. Мынау бізде біреу, екеу, міне үшеу, и міне төртеу. Ал, біріншісі кетті ал. Давай. Ал, кетті ал. Кішкентай ма? Непонятно. Бар? Бар. Ал, біріншісі бізді қуантып атыр. Так. Ой. Үзіліп кетпесін. Қолды кесіп отырмын, не скажи. Давай. Кремиатор. Бәрекелді. Әдемі. Міне. Так, бізде 4-тен біріншісіне галочка қойылды, енді екіншісіне барамыз. Армандыкын көреміз енді. Бағанағы осы ема полный размотка ғой. Сол менікі де сондай ғой. Бағанағы түсіп түспей жүрген кішкентай ғой, примерно. Бар. Жоқ, шығып кетті аузынан. Прикинь. Аузын не жерінде тұрған ғой? Қойш? Достар, бізде, короче, 4 галочканың біреуінде ғана галочка бар, екіншісі өкінішке қарай пустой. Енді бізде тағы да тура сондай полный размотка, қазір көрейік. Шукантай екен ғой. Шука екен. Тура анау размер қасын. Патрушка. Қамыс қалып кетеді. Деу ма? Жоқ. Оконь. жібере салғандағын. Қазір ғана тағы да қосымша 6 жерлица салсам. Мұны ағым жатс жайлы ғой. Жатсы жайлы жатыр. Кетті. Так, сіздерге сұрақ. Түлкі әлде қасқыр? Міне, бір саусақтай, короче. Ал, мынау біздің жерлицалардан түскен улов. Короче, мынаны қараңдар. Мына жақта мынау ең алғашқы түскен щука. Мынау Асекеңнің щукасы. Ой, әлбеттер, еще бұған біреу атака жасаған ғой, прикинь. Мынаған атака жасайтындай, әжептер. Мынау бағана мен саған дәу окунь, базар жоқ. Одан кейін мынандай окуньдар түскен. Так. Мындай. Базар жоқ. Әдем балықтар тұтамыз негізі. Енді бар, жерге олшет, достар просто жұтып қойып қойып. Бұл жұтып қойған уже, жабырасы. Өліп қалады, по-любому. Қарады. Біздің улов осындай. Так, ал біз следопыт жіберген
намазу. Мынандай сумкалары бар. Мощный, короче. Ана дәу окунь мына жерге қойыңызшы да. Ал, өлшейміз. Бізге қызық, сіздерге де қызық. Міндетті түрде лайк басамыз. Мынау ұсталған ең үлкен окунь. Бәссан. 30 сантиметр ғой, Асып кетті. Жестко. Ал біздің ұстаған ең кішкентай щука қайсысы? Үлкені ма? Так, үлкені примерно былай. 50 ғой, жарты метрдей бар екен. Әдем. Ал мынау бізде не сумка десеңіздер, короче, осындай живес салуға арналған сумка. Мынаның бет аузын ашып қойып живес салсаңыздар болады. Болмаса мынандай ұсталған балықтарды да салуға болады. Міне. Үйге апарып кішкене шая саламыз. Болды сонымен. Кетті, ал щукалар кетті. 2 щука кетті. 3 щука, 4 щука. 5, 6, 7 окуньдер кетіп отыр. 8, 9, 10. Примерно. 10 ғой, короче, ровно. Әдем. Тағы сият, по идее. Удобный сумка екен. Бағана сіздерге қателесіп обед деп айтып қойыппын. Бағана бізде завтрак екен. Бізде сағат енді 1:30 болды. Қазір обед ішуге барамыз. Мына жақта уақыт вообще байқалмайды, сағат неше болып жатыр. Сейт мүлдем ұстамайды. Ай, дала. Еще бағана көрдіңіздер, қасқырдыңыздар. В общем, мына жақ қызық қой. Обед басталды. Мощный. Мынандай табиғатта, короче. Короче, достар, бізде сработка, біз обедтен келдік. Обедтен бізде мынандай обед күтіп тұр ғой. Ал, білмейміз ал. Балық бар ма, жоқ па. Өйткені намотка жасалмаған. Сондықтан менде балық жоғау деген бір үміт бар. Балық жоқ. Судактың жерлицасы ғой екен. Бізде жаңадан 5 щука қосылды. Сумкамызға саламыз. Бізде уже кешкі сағат 4. Біз жүріп жинап отырық. Оның ішінде 10 балық. И плюс еще 5. На 5 сят теориясы бана. Ал, бізде жиналу басталды. Алдағы уақытта қазір үйге қайтамыз. Мынаның барлығын жинап тастап. Бізде жұмыстың соңғы этапы. Уже так 1, 2, 3, 4 қана жерлица қалды. Сонымен біттік. Асекең ана бастан. Мен мына бастан. Біттік қойды өре. Йолки. Ал, бізде қайтып адыр. Мынау бізде бірінші лагердің ұстаған балықтар. Ойбай. Кетті. Патыр-пұтыр. Ағаш салатқандай салып адыр. Так, отын жинап алам, отын деген сияқты кетті. Мына жер примерно. Мына жақта тағы бір отын жинап адыр. Короче, біз үйге қайтып бара жатқан жолдан қорғалжынға соғып, батарейка алып алдық. Қазір енді тексереміз енді салмақ қанша екенін. Так, бізде спор басынан. Короче, 800. 800 менікі. 100 менікі. Мынаған ба? 2-4 өзікі. Кана, қайсыл көр? Менікі. Батырдікі 300. Мау, 3. Ал, айтайын. Қазір айтам. 3-2 кім айтты? Мен Ай, азым бар. 3-2. Ровно емес қой. 3-2. Ой, 600 грамм ғой. 3-тен 3 кім айтты? Мен 200 дедім. 200 Ой, Ой, өздерің еш болған жоқ. Жоқ, қара. Уғадайды бере салсын ғой. 3-те примерно. Ладно, 3 дедім. Мағанша? Мына 3-те 1 дедім. Тройка дедім. Мен 3 дедім. 8 дедім. 2 дедім. Айттым 2-де 8. Менікі нау. Мен айттым 2-де 8. Мен айттым, мен Айтты. Жоқ, менікі деп отқанда. Мына достар, короче, 2-де 8. Ал, достар, біз үйімізге аман есен жеттік. Міндетті түрде каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған әрекет. Және де мінекей мынандай үлкен ағалар. Всем пока, давайте.